Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дамиткен. Бүгін слезы ангела пирогын пісіреміз. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Өте нәзік, сондай тәтті. Лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Рахмет. Қамырын дайындау үшін ұн, қопсытқыш салып араластырамыз. Сары май салып үгітеміз. Осындай қамыр болып шығу керек. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып, қан салып миксерлейміз. Үгітілген ұнымызға қосып, қамырымызды дайындаймыз. Бір келкі қамыр болып шығу тиіс. Қамырымыз жабысқақ болып шығу тиіс. Онды қосып жүрмеңіз. Тоңазытқышқа жарты сағатқа алып қоямыз. Творожный начинканы дайындаймыз. Сүзбені ситадан өткіземіз. Сүзбені ситадан өткізіп болдық. Біздің сүзбеміз осындай ұнтақ болып шығу тиіс. Сүзбеге қант, сарыуыз, манка, қаймақ жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болу үшін погружной блендерді қолданамыз. Формаға пергамент қағазын жайып қойыңыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып формаға жаямыз. Творожный начинкамызды, яғни салмамызды ішіне бір келкі қылып салыңыз. Лопаткамен үстін жақсылап тегістеп алыңыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минутқа қойыңыз. Ал енді меренгін дайындаймыз. Меренгін дайындау үшін біздің қолданатын ыдысымыз және миксердің насадкасы толығымен құрғақ болуы тиіс. Өйткені сіздің ақ уызыңыз шайқалынбау мүмкін. Сондықтан қолыңызда құрғақ болуы керек. Ақ уызымызды құйып, қоюлана бастағанда қантты саламыз. 3-4 минуттай миксермен шайқаңыз. Ақ уыз қоюланды. Қараңыз, ыдысымызды төңкерген уақытта ақ уыз ағып кетпей тұр. Өзінің формасын ұстап тұр. Пирогымызды духовкадан шығарып, меренгісін үстіне тегіс қылып жайып шығамыз. Енді қараңыз, духовканы 160 градусқа азайтыңыз. 20 минут тағы да пісіріңіз. Пирогымыз дайын. Слезы пайда болу үшін, яғни ол карамель меренгінің бетіндегі екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі, пирог дайын болған кезде ысылай күйінде үстіне бір табамен жауып қоясыз. Немесе екінші тәсілі, ол пирог толығымен суыған кезде бетін маечкамен жабып, бір түнге тоңазытқышқа қойып қоясыз. Мен екінші түрін қолдандым. Карамель тамшылары пайда болу үшін мен тоңазытқышқа бір түнге пирогты қойып қойдым. Пирогымыз биік болып шығады және өте тәтті. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Рахмет, ас болсын.